Құрметті білім алушылар, сәлеметсіздер ме? Мен аты-жөнім Әділбек Байгүл Бейсенбайқызы, бастапқы әскери дайындық кафедрасының доцентімін. Әлеуметтік медицина пәні екі сөзден тұрады. Әлеуметтік және медицина. Әлеумет әлде бір қарым-қатынастағы адамдардың өмір сүру жағдайларын бірлігімен сипаттайтын тұрақты да үлкен қауым. Медицина латын тілінен аударған кезде емдік деген мағынаны білдіреді. Адамдардың денсаулығын сақтау мен нығайтуды, сырқаттарды емдеу мен аурудың алдын алуды, денсаулық және жұмысқа қабілеттілік жағдайында адамзат қоғамында ұзақ өмір сүруге жетуді көздейтін тәжірибелік іс-әрекеттің және ғылыми білімдердің жүйесі. Әлеуметтік медицина қоғамның және оның жеке топтарының денсаулығына әлеуметтік факторлардың әсерін зерттейтін және денсаулыққа зиянды факторларды жою бойынша ғылыми негізделген ұсыныстарды әзірлейтін медицина саласы. Медицинадан айырмашылығы жеке адамдардың денсаулығын емес, халықтың белгілі бір әлеуметтік топтарының денсаулығын, өмір сүру жағдайларына байланысты жалпы қоғамдық денсаулығын зерттейді. Осы пәннің қажеттілігін келесі слайдтан көруге болады. Бүгінгі таңда адам денсаулығы әлеуметтік құндылықтың бірі. Қазіргі кезде денсаулықты сақтап нығайту әр дербес адамның өмірлік қажеттілігі. Қоғамдық денсаулық әрбір адамның денсаулығына байланысты. Әлеуметтік медицина қоғам денсаулығы мен денсаулық сақтау жүйенің даму заңдылықтары туралы ғылым. Әлем елдері арасында денсаулық сақтау жүйесінің ең жоғары деңгейі Сингапурда атап өтілді. Рейтинг бойынша өркендеу индексіне сәйкес Жапония мен Швейцария осы үш елдің қатарына кірді. Осы рейтинг бойынша елдердің алғашқы ондығына төменде көрсетілген мемлекеттер кірді. Қазақстан 167 елдер арасында 84-ші орынға ие болды. Пәннің мақсаты әлеуметтік жұмыс білім беру бағдарламасының білім алушыларында, яғни сіздерде әлемдегі заманауи әлеуметтік медициналық мәселелердің өзектілігін, салауаттылықтың әртүрлі физикалық, биологиялық, әлеуметтік жағдайлардың әсерлерін және әлеуметтік аурулардың алдын алу жолдарын қарастырып, халық денсаулығын нығайту шараларын ұйымдастыруда қажетті дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Пәннің негізгі міндеттері: болашақ әлеуметтік қызметкерлеріне адам денсаулығы қоғамның әлеуметтік құндылығы екенін және оның медициналық, психологиялық, әлеуметтік, экономикалық және тағы басқалардың факторлардың әсерлерімен тығыз байланысты болатынын түсіндіру. Денсаулық мәдениетін қалыптастыруда қажетті медициналық, педагогикалық және психологиялық біліммен қамтамасыз ету. Халықтың әртүрлі топтарының денсаулық көрсеткіштерін зерттеу. Халық денсаулығын анықтайтын факторларды түсіндіру. Қоғамдық денсаулығын нығайту шараларын қарастыру. Науқастар мен мүгедектердің оңалтудың жеке жолдарын анықтау. Қоғамдық денсаулықты нығайтуға бағытталған медициналық әлеуметтік бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру. Осы пән бойынша қарастырылатын ұғымдар мен анықтамалар. Әлеуметтік медицина пәні қоғамдық денсаулық. Субъектісі барлық әлеуметтік белгілері бар нақты адамдар. Сонымен әлеуметтік қызметкерлер адамдардың тек денсаулығына ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік жағдайларына да назар аударады. Зерттеу объектісі жалпы қоғамның және белгілі бір адамның денсаулығын анықтайтын факторлар. Сондай-ақ созылмалы аурумен ауыратын, физикалық кемшіліктері немесе әлеуметтік маңызды аурулары бар әлеуметтік бейімделмеген адамдар. Егер дәрігерлер науқастарды, пациенттерді емдесе, әлеуметтік қызметкерлер клиентпен жұмыс істейді. Сонда клиенттерге әлеуметтік медициналық көмек қажет ететін мүгедектер, қарт адамдар, ұзақ және жиі ауыратын адамдар жатады. Халық денсаулығын анықтайтын көрсеткіштерге медициналық, демографиялық, сырқаттанушылық және аурулардың таралуы, мүгедектік және дене бітімінің даму көрсеткіштері жатады. Медициналық әлеуметтік жұмыс дегеніміз денсаулықты қалпына келтіруге ғана емес, сонымен қатар сақтауға және нығайтуға бағытталған медициналық, психологиялық, педагогикалық және әлеуметтік құқықтық сипаттағы кәсіби қызметтің және түрі. Медициналық әлеуметтік көмек дегеніміз аурушаңдық, еңбек ету қабілетінен айырылу және өзге де жағдайлар кезінде
кезіндегі әлеуметтік қызметтер кешені жатады. Сонда алдын алу, емдеу, диагностика, оңалту және тағы басқа шаралар. Әлеуметтік медицинада бір-біріне атаулары жақын, бірақ мағынасы жағынан өте алшақ екі ұғым қарастырылады: қоғамдық денсаулық және қоғам денсаулығы. Қоғамдық денсаулық әлеуметте болып жатқан қоғамдық процестер медицина тұрғыдан көрсетеді. Қоғамдық денсаулық әлеуметтік құрылымның бұзылуының әртүрлі жағдайларын көрсететін нақты әлеуметтік медицина ғылымды білдіреді. Мысалы, қоғамдағы демография қозғалыстар, жаңа туған нәрестелердің өлімі, қоғамның қартаюы және тағы басқалары. Қоғамдық денсаулықты сақтау, тұрғындардың денсаулығын сақтау және нығайту, ауру мен жарақаттардың алдын алу, белсенді өмір сүру ұзақтығын және еңбекке қабілеттілігін арттыруды жүзеге асыруға бағытталған іс-әрекетті медициналық және медициналық емес сипаттағы құрылымдарды қамтамасыз ететін ғылыми және тәжірибелік шаралар жүйесі. Қоғам денсаулығы ең біріншіден жалпы қоғам жағдайына берілетін моральдық және деонтологиялық нормалар. Қоғам денсаулығын бұзушы экономикалық және әлеуметтік психологиялық себептер. Мысалы, қазіргі кезде кездесетін медициналық білімдер мен дәрігерлік тәжірибелерді лексикамен алмастыру, немесе діни секторлардың кездесуі. Қарастырылатын сұрақтар: халық денсаулығын сақтап нығайтудың әлеуметтік медициналық аспектілері, қоғамдық денсаулығын зерттеу және бағалау әдістері, кәсіби еңбек ұжымдарының әлеуметтік ұйымдастырылған және ұйымдастырылмаған балалар мен жасөспірімдердің егде және белсенді әлеуметтік медицина қорғауды қажет ететін адамдардың денсаулығын нығайту мәселелері. Халық арасында кең тараған әлеуметтік аурулардың себебі, таралу жолдары және олардың алдын алу шаралары. Отбасын жоспарлау және репродуктивті денсаулықты сақтау бағыттары. Науқастар мен мүгедектерді оңалтудың жеке жолдары. Қоғамның жеке адамдар мен әлеуметтік топтардың салауатты өмір сүрудің жағдайлары және өмір сапасы. Пәнін оқыту нәтижелері. Сіздер адам денсаулығы қоғамның әлеуметтік құндылығы екені және оны медициналық, әлеуметтік, экономикалық және тағы басқа факторлардың әсерлерімен тығыз байланыста болатынын түсінесіздер. Халықтың әртүрлі топтарының денсаулық көрсеткіштерін зерттеу әдістерімен танысасыздар. Қоғамдық денсаулығын анықтайтын көрсеткіштерін қарастырасыздар. Халық денсаулығын сақтау және нығайту шараларын анықтайсыздар. Науқастар мен мүгедектердің оңалтудың жеке жолдарын түсінесіздер. Қоғамдық денсаулықты нығайтуға бағытталған медициналық әлеуметтік бағдарламаларды әзірлеу және іске асыруды үйренесіздер. Қандай құзыреттіліктерге ие боласыздар? Әлемдегі заманауи әлеуметтік медициналық мәселелердің өзектілігін, салауаттылықтың әртүрлі физикалық, биологиялық, әлеуметтік жағдайлардың әсерлерін және әлеуметтік аурулардың алдын алу жолдарын қарастырып, халық денсаулығын нығайту шараларын ұйымдастыруда қажетті дағдыларды меңгересіздер. Сонымен бүгінгі бейнедәрісте пәннің мазмұны, мақсаты және негізгі міндеттерін, ұғымдар мен анықтамаларын, қарастырылатын сұрақтарын, пәнін оқыту нәтижелері мен құзыреттіліктері